Стамбулдағы Шаңырақ мейрамханасы Қазақ ауданында орналасқан. Бұл жерде қазақтарды қатты құрметтейді. Бұндағы тұрғылықты қазақ бауырларымыздың ата-бабалары кезінде әртүрлі жағдайлармен Түркияға барып қоныстанған. Бұл ауданның тарихы сонау 1930 жылдардағы жұт кезінде қазақ халқы қоныстандырылғанда көптеген қазақтар аман қалу үшін басқа елдерге қоныс аудара бастады. Және олар Зейтинбурнының негізін қалаған адамдардың қатарында болды. Мұнда көптеген қазақтар тұрады. Жергілікті тұрғындар да, келушілер де, өйткені бейімделу оңай және аймақ өмір сүруге ыңғайлы, қолайлы болып келген. Стамбулда олардың көптігі бар, басқа аймақтар да бар. Мысалы, Бейликдузу. Бұнда қазаққа, өзбекке, қырғызға деген адал көзқарас бар. Бірақ бәрінен де қазақты құрметтейді. Өйткені көне түрік тілі біздің тілге ұқсас. Сол себепті тіл табысу оңай. Шаңырақ мейрамханасына қазақтар ғана емес, түрік, өзбек, ауған, орыс, ағылшын, француз, неміс, ирландтар да келеді.